Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі пәні бойынша хобби тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беретін боласыңдар. Көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды еркін айтасыңдар. Сондай-ақ құрылымын сақтай отырып хабарлама жазасыңдар. Балалар, суреттерді қараңдаршы. Қазіргі заманауи суреттер. Бірінші суретте байқағаныңыздай, түрлі тәттілер пісіруші қызды байқауға болады. Екінші суретте кітапты құмарлана оқып отырған жас қызды байқауға болады. Ал үшінші суретте түрлі бояулар арқылы өзін әрлендіретін қызды байқауға болады. Сондай-ақ төртінші суретте суретпен әуестеніп отырған адамды байқауға болады екен. Балалар, мұқият қарасаңыздар, барлығы да өз ісін сүйсіне, беріле жасап отыр, Бұл дегеніміз хобби. Яғни, әркімнің өзінің қызығушылығына сай, ынта-шынтасымен, бар махаббатымен айналысатын сүйікті ісін біз хобби деп атайды екенбіз. Хобби сөзі шетелден енгенімен, жалпы терминде айналымда солай болып жүргендіктен, хобби деп аталады, яғни сүйікті іс. Кейбір адамдардың хоббиі өзінің мамандығымен ұласып жатады. Сол арқылы қазір тіпті кейде адамдар ақша тауып, хоббиін үлкен кәсіпке айналдырып отырғандар да бар. Мәселен, тәттілер пісіруді алайық. Көптеген адамдар кондитерлік дүкендер ашып, өзінің тәттілерін сатып, сол арқылы керемет кәсіптермен айналысып, ақша тауып жатыр. Балалар, кітаптарыңда берілген нөмірі 1 мәтінді оқимын. Мұқият тыңдаңыздар. Хобби дегеніміз әрбір адамның өзі сүйіп істейтін, әрі қолынан келетін ісі. Біреулер сурет салғанды, біреулер ән айтқанды, ал енді біреулер коллекция жинағанды ұнатады. Жер бетінде қаншадан болса, барлығының да бос уақытында айналысатын өмірлік мәні бар сүйікті ісі болады. Қазақ қаламгерлерінің көпшілігінің өз сүйікті істері болған. Мәселен, балалар ақыны Мұзафар Әлімбаевтың хоббиі сөзжұмбақ және сканворд құрау және шешу, әлем халықтарының мақал-мәтелдерін жинау және оларды қазақ тілінде аудару. Жауынгер жазушы Әзілхан Нұршайықовтың хоббиі сурет, жақсы кітаптар жинау. Қадыр Мырзалиннің хоббиі кітап, қалам, бәкі, төсбелгі жинау болса, жазушы аудармашы Герольд Бельгер шахмат ойнауды жақсы көрген. Ал классик жазушы Ғабит Мүсірепов неше алуан таяқ жинаған екен. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың хоббиі табиғат аясында болу, спортпен шұғылдану, музыка тыңдау және кітап оқу екен. Сол секілді өнер адамдарының да хоббилері сан алуан. Бірі құс өсірумен айналысса, екіншілері аңшылықпен, үшіншілері жылқы ұстаумен, төртіншілері қол өнер кәсібімен, гүл өсірумен, тағы да басқа істерімен айналысқанды ұнатады екен. Бұл бізге таныс, жазушы өнер адамдарының, қоғам қайраткерлерінің хобби туралы болды. Енді келесі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балалар, хоббимен адам не үшін айналысады деп ойлайсыңдар? Дәлел келтіріп, өз ойларыңды айтыңдар. Екінші, сендердің хоббилерің бар ма? Ол қандай? Үшінші, болашақта қандай істі қолға алғыларың келеді? Немесе қандай іспен қызығып айналысқыларың келеді? Төртінші, өзіңе ең жақын адамның хоббиі туралы сұрап, әңгімелеп бер. Балалар, бұл тапсырмаларды орындап, дауыстық хабарлама арқылы аудио жазба жіберсеңдер болады. Келесі оқу мақсатына көшейік. Балалар, естеріңізде болса, біз хабарландыру туралы өткен болатынбыз. Енді бүгін хабарлама дегеніміз не екенін қысқаша тоқталып өтірейік. Естеріңізге сақтаңыздар. Хабарлама мен хабарландыру бір емес, екеуін бір-бірімен шатастырмаңыздар. Хабарлама болған оқиғаны не әрекетті хабарлап айту үшін жазылады, не баяндайды. Оны хабарландырумен шатастыруға болмайды.
хабарландыру болатын әрекетті хабарласа, хабарлама орындалып қойған әрекетті жазады. Мәселен, біз өткенде сіздермен хабарландыруды жазып үйрендік. Әлде бір домбыра сайысы болатын болса, немесе күйшілердің жарысы өтетін болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгін сағат 3-те күй өнерінің шебері атты сайыс болып өтеді деп хабарландыру жазып, ол жерде өтілетін мекен жайды, уақытын, орнын көрсететін едік. Ал енді хабарлама сол болып кеткен әрекетті жазады. Мәселен, қараңыздар. Дәуреннің сүйікті ісі домбыра еді. Ол домбырадан өткен додаға қатысып, бас жүлдені жеңіп алды. Саз мектебінің атынан қатысқан Інжумен Еңлік те облысқа жолдама алды. Сайыс өте тартысты өтті деп, ары қарай ойды жалғастырып жаза берсек болады. Демек, біз болған оқиғаны баяндап жаздық. Балалар, сіздерге екінші оқу тапсырмасы. Берілген суреттер бойынша балалардың хоббиі туралы хабарлама жазыңыздар. Ішіндегі біреуін таңдап, сол туралы хабарлама жазамыз. Тапсырма өте түсінікті және оңай деп ойлаймын. Балалар, хобби деген дүниеге үлкен мән беріп жүріңіздер. Себебі хобби болашақта сендердің мамандықтарың болуы мүмкін. Бала күнінде сүйікті ісімен айналысқан кейбір балалар болашақта сол істің шебері болып, мамандығына айналып, нағыз маман бола білген. Сондықтан, сендерге де өз хоббилеріңе мұқият болыңдар демекпін. Рахмет, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.